Сәлем достар, бүгін біз филе мен картоп қуырамыз. Менің сіздерге өтінішім бар. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий, лайк басып қойларыңызды өтінемін. Бізге пияз, картоп, филе қажет. Пиязды жарты сақина етіп турап аламыз. Содан соң картопты осылай ұзынша етіп турап аламыз. Туралған көкөністерді бір шұңғылдау ыдысқа салып отырамыз. Филені де үрлеу ұзынша етіп турап көкөністердің үстінен саламыз. Міне осылай турап болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіш, тұз, паприка, қара бұрыш сеуіп, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Табамызға фольга төсеп, жақсылап жайғастырамыз. Бізде филе майсыз болғандықтан, осылай ең соңында май себу міндетті. Болмаса, дәмсіз және құрғақ болып қалады. 200 градуста 40-45 минутқа пешке саламыз. Міне піскен кезде осындай картоптарымыз қып-қызыл, филе де қып-қызыл, әдемі болып піседі. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, уақыттарыңызды бөлген үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.